Баршаларыңызға сәлем достар. Сіздерге бүгін жұмыртқадан маска жасап, шашыңызды күту жайлы пайдалы кеңестер айтатын боламын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болатын пайдалы кеңестер бір арнасы. Бұл қыз-келіншектердің арасында кеңінен таралған маска түрі. Бірақ соның өзін жасауға ерінеміз, немесе уақытқа ысырап тастай саламыз. Солай болса да, шаш күтімі үшін қымбат косметикалық өнімдерден ақша аямайтын арулар көп екен. Ал әр үйден табылатын, тоңазытқышыңызда толып тұратын қарапайым жұмыртқаның бір данасын тым болмаса аптасына кем дегенде бір рет шашыңыздың сұлулығы үшін құрбан етіңіз. Өздеріңіз білетіндей, жұмыртқаның ақ бөлігінің көбісі су, қалған 10% ақуыздардан тұрады. Ал сары уызының ағзаға еш зияны жоқ, қаныққан майдан құрайды. Жалпы алғанда, жұмыртқада құрылымы 13% ақуыздан, осындай мөлшерде майдан, 0,67% көмірсудан құралған. А, В, Д, Е дәрумендері мен кальцийге, ақуызға, холестеринге бай. Бұл минералдар мен дәрумендер тірі ағза мен шаштың саулығы үшін өте пайдалы. Мұны білген адамдар ертең-ақ жұмыртқаның түрлі маскаларын жасап, шаш күтіміне арналған косметикалық құрал ретінде қолданылған. Адам денесіндегі әр мүшесі ол тірі ағза. Тіпті шашымыз, тырнағымыз да уақытымен өсетін болғандықтан, оларға да адамның бір мүшесі деп қабылдаймыз. Адам ашықса тамақ жейді, шөлдесе су ішеді дегендей, шашқа да керекті қорек заттар уақытылы беріп тұруымыз керек. Егер шашыңыз лайықты күтім көрмесе, шашыңыздағы проблемаларды байқай беретін боласыз. Ендеше, оның алдын алу үшін қандай күтім қажет, қандай маска жасау тиімді екенін біле жүріңіз. Шашыңыз әдемі болсын десеңіз, алты кеңеске құлақ салыңыз. Бірінші пайдасы: шашты жуудың алдында зәйтүн, кокос, ошаған майын ұштарына бас терісіне жағып 1 сағаттай жүру керек. Бұл ем шаштың ұштануын азайтады және өсуіне көмектеседі. Екінші пайдасы: шаш кептіргіш құралды фен асығыс кезде ғана пайдаланыңыз. Мейлінше табиғи жолмен кептірген дұрыс. Үшінші пайдасы: шашқа кондиционер жаққан кезде тістерінің арасы алшақ ағаш тарақпен тарауыңыз керек. Шатасқан шашты жұлмастан асықпай ұшынан бастап тараңыз. Төртінші пайдасы: ылғал шашты сүлгімен ұзақ орап жүруге болмайды. Себебі шаш жіптен де жіңішке, нәзік, сынғыш болып келеді. Ал сұлу шаш тіпті нәзік болып кетеді. Бесінші пайдасы: шашыңызды тым қатты қысып жинауыңызға болмайды. Қатты тартып жиналған бас терісі ауырып бастайды. Шаш түбінен өсетіндіктен ол жерде қан айналымы әлсіз болады. Ал қан айналым дұрыс болмағандықтан шашыңыз өсуі баяулайды. Алтыншы пайдасы: шашқа пайдалы азықтарды көп тұтынғаныңыз абзал. Олардың құрамына сәбіз, жұмыртқа, балық кіреді. Достар, енді жұмыртқадан қандай маскалар жасауға болатын жайлы айта кетейін. Маскаға арналған жұмыртқа ескірмегені әрі бөлме температурасымен бірдей болу керек. Шаш үшін қолданылатын кез келген маска құрғақ шашқа жағылып, сусабыныңыз жылы сумен жуылу керек. Бірақ масканы жуып тастаған соң, артынан шашқа арналған кондиционерді қолданғаныңыз абзал. Шашыңызды нәрлендіру үшін: шашты нәрлендіру әрі жұмсарту үшін жұмыртқаның ақуызынан жасалған маска пайдалы. Ол үшін бір дана жұмыртқаның ақуыз бөлімін алыңыз да 3 ас қасық қаймақ пен 1 шай қасық зәйтүн майын қосып араластырыңыз. Қоспаларды жақсылап араластырып, қоймалжың қалыпқа келтіріңіз. Шашыңыздың ұзындығы бойынша жағып шығыңыз.
30 минут өткеннен кейін шашыңызды түбіне жеткізіп жағыңыз. Әбден сіңу үшін басыңызға қалпақ немесе салафан киюіңізге болады. Басты жылы сумен жуып тастаңыз. Шашыңыз жылтырап жүрсін десеңіз, шашты жылтырату үшін жұмыртқа мен лимон шырынын жасалған маска пайдаланып көріңіз. Ыдысқа шашыңыздың көлеміне жететіндей етіп жұмыртқа жарып, 2-3 қасық лимон шырынын қосыңыз. Әбден араласқаннан соң шаштың ұзындығына және түбіне жағып шығыңыз. Салафан қалта киіп 20-30 минутқа қалдырыңыз. Шашыңыз дайын болған соң жылы сумен шайып жуып тастаңыз. Достар, менің шаш күтімі жайлы берген пайдалы кеңесім сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.